Аяла қайырымдылық қоры 2007 жылғы наурыз айында құрылды. Осы 10 жыл уақыт ішінде біз Қазақстанның 58 қаласында 216 мекемеге көмек көрсеттік. Аяла қоры бүкіл Қазақстан бойынша балаларға арналған медициналық, білім беру және әлеуметтік мекемелерге көмек көрсетеді. Осы 10 жыл ішінде қайырымдылық жобаларына 3 миллиард теңгеге жуық қаржы жұмсалды. Дегенмен қор жұмысының нәтижесін тек ақшамен өлшеуге болмайды. Медициналық жобалардың ішіндегі ең негізгісі 10 мыңдаған сәбидің өмірінің құтқарылғаны. Жұмыс істеу барысында біз көптеген достар, әріптестер, демеушілер және еріктілер таптық. Олар бізге балалардың өмірін құтқару, интернаттағы және шипажайлардағы, балалар үйлеріндегі балалардың өмірін жақсартуға арналған жобаларды жүзеге асыруға көмектесті. Біз балаларға болашақта таңдауға болатын мамандыққа бейімделуге көмектесеміз. Мұнымен қатар біз спорт мектептеріне және секцияларына, ардагерлерге көмек көрсетеміз. Сенсорлық бөлмелерді жабдықтаймыз. Түзету интернаттарында және бөбектер бақшаларында ой-өрісті дамытуға арналған жабдықтарды, логопедтік тренажерларды және балаларды өздерін танытуға көмектесетін жабдықтарды сатып аламыз. Жобаларға қаражатты ірі компаниялар және банктер, сонымен қатар орта және шағын бизнес өкілдері бөледі. Қарапайым қазақстандықтар интернет-банкингтің, Қазақстанның жетекші ұялы операторларының SMS хабарларының көмегімен, сонымен қатар Алматы, Астана және Атырау қалаларының 82 нүктесінде орналасқан бокстардың көмегімен қордың жобаларына ақша жинауға қатысады. Аяла қоры өзінің қамқорлығындағы барлық мекемелердің атынан бізге көмектескен және күні бүгінге дейін көмектесіп келе жатқан барша жанашыр адамдарға өзінің шексіз алғысын білдіреді. Игі істерді бірге жасайық. Қайырымдылық біздің жаңа әдетімізге айналсын.